Құрметті біздің оқырмандар, нөмірі 2 облыстық әмбебап ғылыми кітапханамыздың оқу залы бөлімі сіздердің назарларыңызға 5 маусым Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күніне орай 20 ғасырдың экологиялық апаты атты кітап көрмесін ұсынып отыр. Көрменің мақсаты табиғаттың адам өміріндегі зор маңыздылығын насихаттай отырып, оны аялауға, сақтап қорғауға өз үлестерін қосуға жұмылдыру, мейірбандыққа баулу, экологиялық білімдерін молайту. Жер ананы сүйе білу, оны аялау адамзаттың борышы. Адамзат қоғамның табиғатпен қарым-қатынасы қазіргі заманның ең маңызды проблемаларының біріне айналды. Адам жерде пайда болған кезден бастап, оның биосфераға тигізетін әсері үнемі үдеп отырды. Бірақ тек индустриалдық қоғам және демографиялық жарылыс жағдайында ғана адам әрекетінің жағымсыз зардаптары ғаламдық сипатқа ие болды. Қоршаған орта бұған дейін ешқашан байқалмаған қарқынмен ластанып жатыр. Энергетикалық және минералдық ресурстардың сарқылу үрдісі байқала бастады. Антропогендік әрекеттің сан алуан түрлері, жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлерінің тікелей немесе жанама түрде жойылуына әкеліп соқты. Табиғи ортаның ластануы, радиациялық жағдай, азық-түлік пен ауыз су сапасының нашарлануы, тағы басқа жағдайлар халық денсаулығының нашарлануына әкеліп соқты. Бірқатар қоғамдық экологиялық проблемалар пайда болды. Солардың бірі Чернобыль апаты. Биыл Чернобыль атом электр станциясының жарылғанына 35 жыл толып отыр. Бұл келтірілген залалы мен салдары жөнінен 20 ғасырдағы ең ірі техногендік радиациялық апат. Чернобыль атом электр станциясындағы 1986 жылғы 26 сәуірдегі апатты жоюға 600 мыңға жуық адам қатысты. Оның ішінде химиялық қорғау полк құрамындағы 32 мың қазақстандық болды. Украин халқы Чернобыль апатының зардабын жоюшылардың бәріне әлі күнге зор ризашылықпен алғыс айтады. Олар өз денсаулығы мен өмірін қиып, Украин халқының басына ауыр күн туғанда қасынан табылып көмек көрсетті. Чернобыль апаты күллі адамзаттың қасіретіне айналды. Осы апаттың келтірген зиян салдары туралы толық ақпаратты көрмеміздегі әдебиеттерден оқып біле аласыздар. Назарларыңызға рахмет.